Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын сникерс пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды салатын боламыз және миксерімізбен жақсылап қантымызды ертіп аламыз. Осылай жақсылап ертіп алыңыздар. Егер қант ұнтағы болса, тіптен керемет болып шығады, миксерлеудің қажеті жоқ. Енді осылай дайын болған соң, үстінен бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді міндетті түрде електен өткізіп алған какаомызды және қопсытқышымызды және ұнымызды салып, ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Қолымызбен жақсылап илеп, қамыр дайындап аламыз. Қалған бөлігін саламыз. Осылай басы біріккенше жұмсақ қамыр дайын болады. Міне бізде дайын болды. Енді целлофанға салып, 10-15 минутке қалдырамыз, тоңазытқышқа салып. Енді дайын болған қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Үстіңгі бөлігін аздау етіп алыңыздар. Және алып, тоңазытқышқа, мұздатқышқа салып қойыңыздар. Енді астыңғы бөлігін алып, формамызды азырақ майлап аламыз, міндетті түрде жабысып қалмас үшін. Және қолымызбен осылай жайып шығамыз түгелімен. Енді ортасына салатын заттарымызды дайындаймыз. Бізге ең алдымен вареный сгущенкамыздың үстіне 100 грамм орех жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде вареный сгущенкамыздың сапасы өте жоғары, қою түрі болуы керек міндетті түрде. Ал егер сұйық түрін алсаңыздар, піскен кезде ақып кетуі мүмкін, сондықтан сапасы міндетті түрде жақсы болуы керек. Осылай салып аламыз және бір келкетіп жайып шығатын боламыз. Өте дәмді пирогтардың бірі десем болады. Мен бірнеше рет жасап көрдім. Дәл осы рецептпен осы пирогымды дастарханға қонақтарыма ұсындым. Өте көңілдерінен шығып, менің рецептіммен бөлісуді сұрады. Сондықтан мен YouTube арнама сақтап отырмын. Дәл осылай екінші қамырымызды тоңазытқыштан алып, үккіштің үлкен тісімен осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын бір келкетіп, осылай майдалап, қолымызбен жақсылап жайып шығамыз және алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты десем болады. Бетіне сникерс шоколадтарын қойып шықтым әсемдігі үшін. Дәл осы рецепті жасап, отбасыларыңызға қуантыңыздар. Дәмді болып шығады және жасалу жолы оңай. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнаса тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда сіз жаңа шыққан рецепті бірінші болып көретін боласыз. Ас болсын!